Баршаңызға сәлем қыздар. Біз бүгін базарға барып, осындай болгар бұрыштарын алып келдім және қысқа сақтауға дәл осындай екі әдіспен бөліп тазалап қойып қойдым, пакеттерге салып, оңай болу үшін. Алдымен сырттарын барлығын жақсылап жуып алып, түбіндегі сабақтарын алып тазартып, ішін осылай жуып алдым барлығын. Сонан соң барып бізге бүтіндей және турап екі түрлі қылып салатын болдым. Сондықтан пакеттерге алдымен осы бүтін бөліктерінен 10-13 штуктан әр пакетке салып шықтым. Ертең бұны біздер жаңағы голубцы тамақ істейміз, тағы да басқа тамақтарға осындай бүтіндей қажет болғандықтан осыны бүтіндейде етіп салып қойдым. Ал қалған бөліктерін осылай алып барлығын кубиктап турап шықтым. Қызылын, көгін барлығын араластырып турай бердім. Ертең осы дайын күйінде кішкене пакеттерге салып қойғандықтан шетінен алып біз тамақтарға қоса береміз. Турап, жуып жүрудің қажеті жоқ. Дәл осы дайын қалпында пайдалана береміз. Өте оңай және тез тамаққа асқан кезде бұл деген керемет лайфхак қой. Мінекей қараңыздар, дәл осылай ірілеу етіп турап алдым. Және осы қалыптарында осындай базарда сатылады, осындай кішкентай пакеттер, аузы өзі жабылады. Осындай пакеттерге салып қойдым, бөліп бір-екі тамаққа жететіндей етіп салып қойдым. Сіздер өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Ары қарай осылай морозилькеге барлығын жақсылап орналастырып қойып қойдым. Алла қаласа қысымен осыларды шетінен жейтін боламыз. 23-25 килограммдай осы жерде болгар бұрышы бар. Осының барлығы бізге бір қыста жетеді.